Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді мини пиццаларды дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ашытқыны дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүтке қант, ашытқы және 3 қасық ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 20-30 минутқа қоямыз. Жұмыртқаға тұз қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Біздің ашытқымыз көтерілді, оған жұмыртқаны қосып, одан соң сұйық майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біртіндеп ұнды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қоямыз. Қамыр жақсылап көтерілді, енді оны 9 бірдей бөлікке бөліп, дөңгелектеп шарик жасап, противеньге орналастырамыз. Бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Майдалап 4 бұрыштап туралған сосиска немесе колбасаға үккіштен өткізілген ірімшікті қосамыз. Кез келген ас көк, 2 жұмыртқа және майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз көтерілді, енді оның үстін кез келген дөңгелек формамен басып, шұңғыр сеп шығамыз. Ортасын начинкамен толтырып шығамыз. Шеттеріне жұмыртқаның сарысын жағып, алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 12-15 минуттай пісіріп аламыз. Біздің мини пиццаларымыз дайын, өте дәмді болып шықты, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.